Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жобаға арналған идея. Балалар, бүгін мәтін теру ережесін сақтай отырып, мәтіндерді өңдеуді үйренеміз. Халқымыздың қандай ұлттық өнер түрлерін білесіздер, балалар? Күнделікті тұрмыста ою-өрнекпен безендірілген қандай тұрмыстық заттарды пайдаланасыздар? Қазақ халқы ерте заманнан бері ою-өрнекті, жиһаз, тұрмыстық бұйым мен киімдерді безендіруге қолданған. Олардың ішінде жануарлардың сыртқы пішініне ұқсас ою-өрнек кең тараған. Қазақтың ою және өрнек деген екі сөзі бірігіп, ою-өрнек деген ұғымды білдіреді екен. Енді мәтіндік редакциялау жолдарымен әрі қарай танысайық. Мәтінді редакциялау әдістері барлық мәтіндік редакторларда ұқсас болады. Мәтіндік символ, сөз, жол мен абзацтан тұрады. Мәтінді редакциялаған кезде тінтуірдің көмегімен мәтіндерді ерекшелеген ыңғайлы. Мына мәтінді ерекшелеуді есте сақтайық. Тұтас жолды ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен жолдың басына бір рет шертіледі. Ал абзацты ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен сол жақ бос алаң екі рет шертіледі. Ал тұтас мәтінді ерекшелеу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен сол жақ бос алаң үш рет шертіледі. Редакторда мәтін теру үшін алдымен теру тілін дұрыс таңдап алу керек. Ол үшін компьютер экранының оң жақ төменгі бөлігінде орналасқан тілдер жолағы батырмасын тінтуірмен шертеміз. Тілді таңдау үшін пернетақтадан Shift пен Alt немесе Shift пен Ctrl пернелерін бірге басу арқылы ауыстыруға да болады. Мәтін теру кезінде әріптерді қате жазу, әріптерді қалдырып кету сияқты қателер жіберіледі. Осындай қателерді жөндеу үшін төмендегі пернелерді немесе командаларды бірге пайдалану керек. Олар: бірінші, бағыттаушы пернелер арқылы мәтінмен жоғары, төмен, оңға, солға жүреміз. Қате кеткен әріптерді басқа пернесімен солға қарай, Delete пернесімен оңға қарай өшіруге болады. Екінші, редактордың сол жақ жоғарғы бұрышында орналасқан батырмаларды қолданамыз. Бірінші, сақтау сары бағыттамада көрсетілді. Екінші, болдырмау қызыл бағыттамада. Үшінші, қайтару жасыл бағыттамада төртінші суретте көрсетіліп тұр. Үшінші, кесу, көшіру, қою құралдарының қызметімен біз төменгі сыныпта таныстық. Бұл құралдар Word'та да дәл сондай қызмет атқарады. Бесінші суретте көрсетілген. Енді балалар, біз практикалық жұмысқа көшейік. Сіздерге тапсырма: қазақтың ұлттық ою-өрнегі жобасын дайындау алгоритмі. Ол үшін алдымен бірінші интернеттен қазақ халқының ою-өрнектері туралы ақпарат пен сурет жинақта. Жұмыс үстелінде жоба болмасын жасап, оны сақта. Екінші, мәтіндік редакторды іске қос. Жаңа құжат құрып, оған қазақтың ұлттық ою-өрнегі атауын бер. Үшінші, жинақтаған ақпараттан 5 сөйлемнен тұратын мәтінді құрастыр. Құрастырған сөйлемдеріңді редакторда тер. Төртінші, жоба болмасын аш. Қажетті суретті тінтуірдің оң жағымен шертіп, контекстік мәзірді аш. Мәзірден көшіру командасын басып, суретті көшіріп ал. Бесінші, мәтіндік редакторды ашып, қою батырмасы арқылы терген сөйлемдерінің соңына суретті орналастыр. Жасаған жұмысымыздың нұсқасы осылай шығу керек. Жобаға мәтін мен суреттерді енгізген соң, сақтау батырмасын басамыз, балалар. Енді мына жұмыстарды орындаймыз. Топтық жұмысымыз
Ұлттық ою-өрнектер жобасын орындауды жоспарлаңдар. Жобаның жоспарын ұсыныңдар. Жобадағы негізгі тақырыптарды көрсетіңдер. Келесі жұмыс — жұптық жұмыс. Мәтін теру кезінде пернетақтадан төмендегі символдарды енгізу үшін қандай әрекеттерді орындаймыз? Бірігіп жасай қойыңыздар, балалар. Келесі тапсырма — жеке жұмыс. Word редакторында төмендегі тапсырмаларды орында. Бірінші, қошқар мүйіз атауын 1 рет теріп, 3 рет көшіріп қой. Екінші, қошқар мүйіз оюының суретін 1 рет кірістіріп, 3 рет көшіріп қой. Келесі жұмысымыз жұптық жұмыс. Төменде берілген өрнектер туралы ақпарат іздеңдер. Бұл өрнектерге қандай атау берер едіңдер? Бұл өрнектер қандай бұйымдарға салынуы мүмкін? Осы сұрақтарға өз жауаптарыңды мәтіндік редакторда теріңдер. Балалар, енді ойланайық. Мәтіндік редактордың өзіне ұнаған 3 қызметін сипатта. Мәтін бөліктерін ерекшелеудің қандай тиімді әдістері бар? Мәтінді редакциялау үшін қажет болатын құралдарды жаз. Балалар, енді сабақты смайлик таңдау арқылы қорытындылаймыз. Өздеріңіздің бүгінгі сабаққа байланысты смайликтеріңді таңдай қойыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.